Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Есімім Ибраева Қаракөз Қанатқызы, Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданы Жанаташ Сәдуақасов атындағы жалпы білім беретін мектебінің биология пәнінің мұғалімі. Жақсы, балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз 5-ші сынып таза заттар және қоспалар. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты қоспалар мен таза заттарды ажырату, сабақтың мақсаты қоспалар мен таза заттарды ажыратады. Жақсы, олай болса, үй тапсырмасына назар аударайық, балалар. Яғни, балалар, мына жерде сендер физикалық және химиялық құбылыстарды өз орындарына сәйкестендіру керексіңдер. Олай болса, физикалық құбылыстарға дұрыс айтасыңдар. Мұздың еруі, судың булануы, ал химиялық құбылыстарға темірдің даттануы және де қағаздың жануы жатады. Тамаша. Енді балалар, жаңа сабаққа назар аударайық. Сондықтан да таза зат пен қоспаның айырмашылығын білуіміз керек. Біреуі ешқашан өзгермейді, екіншісін бөлуге болады. Қане көрейік, таза заттың құрылыс материалының бір ғана түрі болады. Ас тұзын елестетіп көріңізші, таза қантты елестетіп көріңізші. Әрбір кішкентай бөлігі бірдей әрекет етеді. Оның тұрақты рецептісі немесе құрамы болады. Қоспа жеміс салаты сияқты. Әртүрлі бөліктер бірге, бірақ химиялық тұрғыдан бірікпеген. Кейбір қоспалар толығымен бірдей болып көрінеді. Біз оларды біртекті деп атаймыз. Мысалы, лимонад, басқаларында сіз көре алатын бөліктер болады. Мысалы, салат, құмды су бұл әртекті. Дәлелдегіңіз келе ме? Мұғаліміміз көрсететін қарапайым бөлу әдістері қолданып көріңіз. Сүзу құмды ұстап қалады, булану тұзды қалдырады. Магниттер темір бөлшектерін тартып алады. Бұл әдістер жұмыс істейді, себебі қоспалар химиялық тұрғыдан тұрақты емес. Олардың бөліктері өз қасиеттерін сақтайды. Таза заттар ғалымдарға дәрі-дәрмектер жасауға көмектеседі. Материалдар жасауға көмектеседі. Қоспалар тамақта, ауада, сынып бөлмесінде барлық жерде кездеседі. Жылдам тексеру ауа таза зат па? Жоқ, ол газдар қоспасы. Ендеше есте сақтаңыз, таза бір нәрсе әрқашан бірдей. Қоспа көп нәрсе жиі бөлуге болады. Қылымды жеңілдеттік. Жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың бірінші тапсырмасына назар аударайық. Төмендегі заттарды таза зат және қоспа деп екіге бөл. Тұз, теңіз суы, оттек, ауа, темір және де қант шайы. Бұндағы дескриптор таза заттарды дұрыс анықтайды, қоспаларды дұрыс ажыратады. Жақсы, балалар, олай болса, сендер дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Яғни, таза заттар тұз, оттек, темір, қоспалар, теңіз суы, ауа, қант шайы жатады екен. Өте тамаша. Келесі тапсырма. Яғни, кестені толтырамыз. Қант, полуфабрикат шырын, алтын, топырақ. Осыларда қайсысы таза зат, қайсысы қоспа, және де егерде таза зат болса неліктен, қоспа болса неліктен деген сұраққа жауап бере кетеміз. Дескриптор. Заттарды дұрыс, таза зат немесе қоспа деп жіктейміз. Әр затқа дұрыс ғылыми түсініктеме береміз. Қоспа мен таза заттың айырмашылығын түсінеді. Жақсы, балалар, сіздерге шамалы уақыт берейін. Ойланайық. Жақсы, олай болса, сіздер
мен сияқты дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Яғни қант таза зат, неліктен бір ғана химиялық қосылыстан тұрады, себебі полуфабрикат шырын қоспа, себебі құрамында су, қан, бояғыш, хош иістендіргіш және басқа заттар бар. Алтынға келетін болсақ, таза, себебі бір ғана элементтен тұратын таза зат. Топыраққа келсек, бұл қоспа әрине, себебі құм, шірінді, минералдар, су, ауа сияқты әртүрлі құрамдас бөліктерден тұратын күрделі қоспа. Тамаша. Келесі. Яғни бізде үшінші сұрақ тапсырма ситуациялық мәтін. Мәтінімізге назар аударайық балалар. Аружан тәтті тоқаш пісіру үшін дүкеннен 3 түрлі өнім сатып алды. Он, екінші қант және де ванилин қосылған қант, яғни түсі сары, иісі жағымды. Пісіру барысында ол өнімдердің қасиеттерін салыстырды. Қант ұнтағы тез ериді және біртекті. Ұнның құрамында әртүрлі бөлшектер байқалады. Бидай қалдығы, ақшыл түйіршіктер. Ванилин қосылған қанттың түсі сәл сары, иісі ерекше, құрамында бірнеше қоспа бар екенін жазбадан көрді. Тапсырма. Мәтіндегі 3 өнімнің қайсысы таза зат, қайсысы қоспа екенін анықта. Неліктен? Егер Аружан ұннан бөлде қоспаларды алып тастағысы келсе, қандай әрекеттер жасай алады? Тәтті тоқаш дәмінің өзгеруіне қандай қоспа көбірек әсер етуі мүмкін? Және неге? Ванилин қосылған қантты таза қанттан қалай ажыратуға болады? 2 дәлел келтір. Жауабын тексеріп көрейік. Балалар, сендер де мен сияқты дұрыс жауап тапты деп ойлаймын. Өнімдерді жіктейтін болса, қант ұнтағы таза зат, ол бір ғана химиялық қосылыстан, яғни сахарозадан тұрады, біртекті. Ұн, қоспа, құрамында бидай бөлшектері, минералдар, әртүрлі органикалық қалдықтар бар. Ванилин қосылған қант бұл қоспа, түсінің өзгеруі, иісі және құрамындағы хош иістендіргіштер қоспа екенін көрсетеді. Ұннан бөлте заттарды бөлу жолдары: елеуіштен өткізу, магнит арқылы металл қалдықтарын бөлу, ауа үрлеу, қалдықтарды жеңілдету әдісі. Тоқаш дәміне ең көп әсер ететін қоспа ванилин қосылған қант, өйткені оның құрамында хош иістендіргіштер мен түс беретін заттар бар. Дәмі мен иісті айтарлықтай өзгертеді. Ванилин қосылған қантты ажырату дәлелдері: түсі сәл сары, таза қант, ақ немесе мөлдір, иісі айқын хош иісті, ал таза қанттың иісі жоқ. Жақсы балалар, кері байланыс, яғни бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар, өзін-өзі бағалау әдісі. Рахмет балалар.